Қарағанды Транстелеком филиалы Цифрлық Қазақстан 2020 мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде облысымыздың 19 ауылдық елді мекенін талшықты оптикалық байланыс желісі арқылы интернетпен қамтамасыз етті. Бүгінгі таңда елді мекендерден 180 абонент сымсыз желіге қосылған. Қараша айының соңына дейін облыстың ауылдары мен қалаларында тұратын 50-ден астам отбасын интернетке қосу жоспарланып отыр. Транстелекомның ұжымдарына, әкімшілігіне үлкен алғысымыз шексіз. Бізге интернет желісі қиындық туындағандықтан бізге сондай бір қолғанат беріп, интернет желісін орнатып берді. Сіздерге рахмет айтамыз. Балаларымыз, студенттеріміз интернетке кішкене сондай бізде қиындық туындап еді. Міне жақсы болды. Қазір сондай бір мәселе шешіліп, сіздерге алғысымызды айтамыз. Рахмет сіздерге. Қазіргі кезде филиалдың талшықты оптикалық байланыс желісі магистралінің ұзындығы 2000 шақырымнан асады. Халықтың көп бөлігі қашықтан жұмыс істеуге және онлайн білім алуға көшкендіктен, ауылдық жерлерде жоғары жылдамдықты интернетке деген қажеттіліктің күрт өсуіне байланысты ауыл мен қала арасындағы цифрлық алшақтықты жою үшін жүйелі шаралар қолданып жатыр. СМП 250 деген бағдарлама, мемлекеттік бағдарлама аясында 7 станцияны қосып жатырмыз. Оның ішінде Мойынты станциясы, елді мекені Киік, Босаға елді мекендері, Жұмыскер, Қайрақты, Ағадыр, Өспен тәрізді елді мекендерді, содан халықтарды интернетпен қамтамасыз етіп жатырмыз. Транстелеком акционерлік қауымдастығы телекоммуникация және ақпараттық технологиялар саласындағы ірі оператор. Ал оның аймақтық филиалы Қарағанды Транстелеком телекоммуникация қызметінің кең спектрін ұсынады. Мысалы, халықаралық, қалааралық, жергілікті және интернетке қосылу қызметтері, магистральды оптикалық байланыс арналары, спутниктік деректі беру арналарын ұйымдастыру, сонымен қатар ақпараттық технология қызметтері. Әділет Жөпен, Жасылау Мақұлбеков, Ерболат Қуатбек, Лайф 09.